Ордабасы ауданының әкімі Әліпбек Өсербаев шағын кәсіпкерлігі бар ауылдық округтер мен мектептерді аралады. Ондағы мақсат ел экономикасын көтеру жолында бағыт алған Қайнар құс акционерлік қоғамының жұмыс барысымен танысып, тауық шаруашылығының өсімін бақылау. Сонымен қоса, оқушылардың білім алуына кедергі болмау үшін жылу жүйелері мен керекті жабдықтардың қаншалықты қамтылғанын баса назарға алды. Шағын кәсіпкерлікті дамытуда Ордабасы ауданы түрлі шаруашылық көзімен айналысып келеді. Солардың бірі Бүржар ауылдық округіне қарасты Қайнар құс фабрикасы. Мұнда басты табыс көзі тауық жұмыртқаларын сатып алып, балапан басып шығару болып табылады. Және оны өсіріп, тауық етінен түрлі өнім түрлерін алады. Осы жұмыстардың барысымен танысқан аудан әкімі шаруашылық қызметкерлердің еселі еңбегін назарға алды. Ручной труд берді балапанды алып, санап алу үшін тері бар. 18 күн жүріп, өзек көшіп. Бұяқтан 3 күн. Бұяқ 7 күнде шығып шығады. 78 сағат. Шығады. Анаяқта 510 сағат болады болса, бұяқта 78 сағат. 580 сағатта балапан дайын болады. Уже қолмен келген жұмыртқа, бүгінгі келген жұмыртқа салғаннан кейін 21 тәулік, одан кейін тағы да 35 тәулік, бір айдан кейін 3-2 ай, жалпы 2 айдан кейін килограмм ет. Қыс мезгілі басталғалы әр мекеме жылу жүйесімен толық қамтамасыз етілуге тиіс. Осы мақсатта жүргізілген аралау жұмыстары енді Шұбарсу ауылындағы Нұрлыбеков атындағы жалпы орта мектепте өз жалғасын тапты. Әжетхана мәдениетінен бастап білім ұясына кіреберіс орындардың олқылықтарын толтыру міндеттелді. Басты мақсат оқу ордасының талапқа сай келуі. Ұлттық жерлерде ол әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Бейін бір кемеңдерді. Атар сондай жерлерде болған ауылдық жерлерде мүмкін болды, оны көреміз, оны аралап көреміз. Но бірақ Шұбарсудағы сіз мектебіңіздің бәріне сіз міндетті түрде кәдімгі жасап, сол жерде жатқан стекломен немесе қарап отыратын азаннан кешке шейін деген сияқты персонально бір адам бекітіңіз. Директор қарасыз мектептің несімен айналысасыз ба, сіз азаннан кешке компьютер қарап отырасыз. Ол деген болмайды ғой. Келісіп пішкен тон келте болмас. Мандаттағы мамандар дәл осылай халық жағдайымен санаса, мұндай өзекті мәселе туындамасы анық. Сондықтан да түрлі проблемалардың алдын алу мақсатында болған іс келешекте өз жемісін берері хақ. Әйгерім Орынбасар, Нұржан Мамай, Абылай Айдарбеков, Айғақ қоғамдық телеарнасы.